Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қызылшадан жасалған салат түрін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңырауына басып қойыңыздар. Қызылшаның адам ағзасына қандай пайдалы екенін бәріміз білеміз. Ол ең алдымен қан тамырларын нығайтады, қанды тазартады және денедегі зиянды холестеринді шығарады екен. Қызылша гемоглобинді жоғарылатуға, бауырды тазартуға көмектеседі. Сонымен бізге қызылшаның көмегі ол иммунитетті жақсарту және вирустық және инфекциялық ауруларға қарсы тұру, стресстегі жеңілдету және жүйке жүйесінің ретке келтіруі, ісінуден құтылу және ағзадағы сұйықтардың жоғалуын болдырмау, ішектерді тазалайды, ағзадағы зат алмасу процесін құрайды екен. Қызылшаларымызды пісіріп болғаннан кейін осылайынан түрпіштеп ұсақтап, түрпіштеп турап аламыз және оны басқа ыдысымызға салып қоямыз. Келесі кезекте грек жаңғағын ұсақтап турап аламыз. Ол да білесіздер, гемоглобинді көтеру үшін өте пайдалы екен. Грек жаңғақтарын ұсақтап турап болғаннан кейін оны да қызылшамыздың үстіне саламыз. Келесі кезекте жасыл укроптарымызды ұсақтап турап дайындап аламыз. Жасыл укроптарыңыз болмаса, немесе кинза салсаңыздар да болады. Петрушка, кинза, оны да турап алғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Мен жарты банка кукурузымызды салдым. Майонезімізді дәміне қарай тұз саласыздар. Майонезді ұнатпайтын болсаңыздар, қаймақ салып араластырсаңыздар болады. Міне біздің салатымыз дайын, өте пайдалы, витаминге толы салатымыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма әлі де тіркелмесеңіз тіркеліп, қоңырауына басып қойыңыздар. Алдағы уақытта осындай керемет пайдалы рецепттермен бөлісіп отырамын.